Assalamu alaikum. Бүгін бізде пицца кальцоне дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, соңына дейін көріңіздер. Және де маған тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Алдымен қамырына жылы су, тоз, қант, ашытқымызды салып араластырамыз. Сосын ұнымызды салып, оның үстіне сұйық майымызды құйып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Енді соусын жасайтын боламыз. Алдымен қызанақ пастасын, сосын кетчуп, сарымсақ, тоз, аскөк салып, және салқын су құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді ашқан қамырымызды дөңгелек етіп жайып шығамыз. Дайын болған қамырымыздың үстіне соусымызды салып жағып шығамыз. Және де оның үстіне шұжықтарымызды, қызанақтарымызды, сосын ірімшік моцарелламызды салып шығамыз. Жарты бетті қамырымызды бетіне жауып, шеттерін осылай видеодағыдай қайырып шығамыз. Енді осы қамырымыздың сыртына жұмыртқаның сарысын жағып, сәндік ретінде күнжіт сепсеңіздер болады. Өз қалауларыңызша мен күнжіт септім. Енді 100-200 градуста 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің пицца кальцоне дайын болды. Ас болсын, өте дәмді шығатынына сенімдімін.